Сәлеметсіңдер ме балалар? Бұл 3-ші сынып математика пәні 160-шы сабақ секунд тақырыбы. Бірінші тапсырма. Сағаттардағы көрсетілген уақытты ата. Онда күннің және айдың суреті берілген. Күн дегеніміз ол күндізгі уақыт, айдың суреті бар жер ол түнгі уақыт болып саналады. Балалар, сағаттың кіші тілі ол сағаттық тілі, ұзын тілі ол минуттық тілі. Сонда сағаттық тілі 12-де тұр, минуттық тілі 3-те тұр. Әр санның арасы 5 минуттан болады. Сонда 1, 2, 3, 15 минут болады. Бұл күндізгі уақыт 12 сағат 15 минут болады. Келесі сағаттық тілі 2 мен 3-тің арасында тұр. Сонда бұл күндізгі 14 болады, ал минуттық тілі 9-да тұр. Бұл 45 минутты білдіреді. Сонда 14 сағат 45 минут болады. Келесі сағаттық тілі 9-да, ал минуттық тілі 2-де тұр. Міне 5 минут 10 минут болады. Сонда 9 сағат 10 минут болады. Енді түнгі уақыттарды қараймыз. 3-тен 20 кетті, түнгі 0-3 20 минут болады. Сағаттық тілі 9-дан асып тұр, минуттық тілі 6-да тұр. 6-да тұрса 30 минут болады. Ал түнгі уақыт болғандықтан бұл 21 сағат 30 минут болады. Келесі сағаттық тілі 11-ден асып тұр, минуттық тілі 8-де тұр. 8-де тұрса ол 40 минут болады. Ал түнгі уақыт болғандықтан 11 емес 23 сағат 40 минут деп жазамыз. Екінші тапсырма. Көрсетілген өлшем бірліктеріне өрнекте. Балалар, 1 сағатта 60 минут болады. Ал 3 сағатта 180 минут болады. Оған 15 минутты қоссақ, 195 минут болады. Келесі 160 минут тең 2 сағат 40 минутқа. Келесі 4 сағат 50 минут. 1 сағатты 60 минут деп есептеп, оған 50 минутты қосамыз. Сонда барлығы 290 минут болады. 5 сағат 35 минутта 335 минут болады. 7 сағат 40 минутта 460 минут болады. 190 минутта 3 сағат 10 минут болады. Үшінші тапсырма. А нұсқасы кейбір сағаттардың минут және сағат тілдерінен басқа секунд тілі бар. 1 минутта секунд тілі сағаттың циферблатын толық айналады. 1 минут тең 60 секундқа. Сен жаймен 1 дегенде 1 секунд өтеді. Енді сен уақытты секундқа дейін дәл анықтай аласың. Бұл секунд өлшеуіш. Ә нұсқасы мына сағаттарға қара, уақытты секундқа дейінгі дәлдікпен айт. Балалар, қысқа сағаттық тіл, мынау минут тілі, ал мынау жіңішке қызыл ол секунд тілі болып саналады. Енді осы бойынша уақытты секундына дейін дәл анықтаймыз. Сағат тілі 3-те тұр, бірақ әлі 3 болған жоқ. Сонда біз 2 деп аламыз. Күндізгі 2-ні 14 деп жазамыз. 14 минут тілі 11-де тұр, ол 55 минутты білдіреді. Ал секунд тілі 4-те тұр, ол 20-ны білдіреді. Сонда күндізгі сағат деп есептейтін болсақ, 14 сағат 55 минут 20 секунд болады. Ал келесі сағат тілі 1-ден асып тұр. Ол күндізгі уақыт деп есептейтін болсақ, ол 13 болады. Минут тілі 5-те тұр, ол 25 минут болады. Ал секунд тілі 9-да тұр. 9 дегеніміз ол 45-ті білдіреді. Сонда күндізгі уақыт 13 сағат 25 минут 45 секунд. Келесі сағат тілі
3-тен асып тұр. Күндізгі уақыт болса 15 деп аламыз. Минут тілі 7-де тұр, ол 35 минутты білдіреді. Ал секунд тілі 2-де тұр, 5, 10, 10-ды білдіреді. Сонда күндізгі уақыт 15 сағат 35 минут 10 секунд. 4-ші тапсырма. А нұсқасы көрсетілген өлшем бірліктеріне өрнекте. 2 минут 15 секунд. 1 минутта 60 секунд бар. Ал 2 минутта 120 секунд болады. Оған мына 15 секундты қосамыз, сонда 135 секунд болады. Келесі 3 минут 30 секунд. 210 секунд болады. 5 минут 42 секунд. 342 секунд болады. Келесі 68 секунд да неше минут, неше секунд бар. 60 секундта 1 минут бар және 8 секунд бар. Келесі 140 секунд. Ол 2 минут 20 секундқа тең. Келесі 162 секунд. 2 минут 42 секундқа тең. 5-ші тапсырма. Есептерді шығар. А есебі: Назым мектепте аптасына 2 күн 40 минуттан би үйірмесіне және 3 күн 50 минуттан қолөнер үйірмесіне қатысады. Назым аптасына қанша уақытын үйірмелерге жұмсайды? Жауабын сағат және минутпен өрнекте. 40 минутты 2 күнге көбейтеміз. 40 көбейту 2, оған қосамыз. 50 минутты 3 күнге көбейтеміз. 50 көбейту 3. 40-ты 2-ге көбейткенде 80 болады. Қосу 50-ді 3-ке көбейткенде 150 болады. 80-ге 150-ді қосқанда 230 минут болады. Оны сағатпен өрнектейтін болсақ, 3 сағат 50 минут болады. Жауабы 3 сағат 50 минут. Ә есебі: Айдос мектепке бару үшін 8 минут метромен және тағы 5 минут жаяу жүреді. Айдос мектепке дейін барлығы қанша уақыт жүреді? Жауабын минут және секундпен өрнекте. Оны анықтау үшін метромен және жаяу жүрген уақыттарын қосамыз. Метромен 8 минут, оған жаяу жүрген 5 минутты қосамыз. 13 минут болады. Оны секундқа айналдыратын болсақ, 780 секунд болады. Жауабы 13 минут немесе 780 секунд. Б есебі: теледидарда мультфильм сағат 15:40-та басталып, 15:50-де аяқталады. Мультфильм қанша уақытқа созылды? Жауабын секундпен өрнекте. Мультфильмнің қанша уақытқа созылғанын анықтау үшін 15:50-ден 15:40-ты азайтамыз. Сонда 10 минут болады. 10 минутты секундпен өрнектейтін болсақ, 1 минутта 60 секунд бар. Сонда 10-ды 60-ға көбейтеміз. 600 секунд болады. Жауабы: мультфильм 600 секундқа созылды. 6-шы тапсырма. Амалдарды орында. 6 минут 40 секунд қосу 34 секунд. Ең алдымен 6 минутты секундқа айналдырамыз. Ол үшін 6-ны 60-қа көбейтеміз, 360 болады. Оған 40 секундты қосқанда 400
секунд болады. Оған 34 секундты қосамыз. Тең 434 секунд болады. Келесі 5 минут 30 секундтан 90 секундты азайтамыз. Ең алдымен 5 минут 30 секундты секундқа айналдырамыз. Ол үшін 5-ті 60-ға көбейтеміз, 300 секунд болады. Оған 30 секундты қосқанда 330 секунд болады. Одан 90 секундты азайтамыз. 240 секунд. Келесі 90 секундқа 1 минут 30 секундты қосамыз. 90 секунд қосу, 1 минут 30 секундты секундқа айналдырамыз. 1 минутта 60 секунд бар, оған 30 секундты қосқанда 90 секунд болады. 90-ға 90-ды қосқанда 180 секунд. 50 секундты 4-ке көбейтеміз. 200 секунд болады. 3 минут 20 секундты 4-ке бөлеміз. Ең алдымен 3 минут 20 секундты секундқа айналдырамыз. 1 минутта 60 секунд бар, 3 минутта 6-ны 3-ке көбейткенде 180 секунд. Оған 20 секундты қосамыз, 200 болады. 200 секундты 4-ке бөлеміз. 200-ді 4-ке бөлгенде 50 секунд болады. 40 секундты 2-ге көбейткенде 80 секунд болады. 7-ші тапсырма. Есепте. Бірінші есепте бірінші жақшаның іші орындалады, екінші бөлу амалы. 910-нан 310-ды азайтқанда 600 болады, 600-ді 6-ға бөлгенде 100 болады. Келесі бірінші бөлу, екінші көбейту амалы орындалады. 930-ды 30-ға бөлгенде 31 болады, 31-ді 4-ке көбейткенде 124 болады. Келесі бірінші бөлу, екінші қосу амалы орындалады. 180-ді 6-ға бөлгенде 30 болады, 360-ға 30-ды қосқанда 390 болады. Келесі бірінші жақша, екінші бөлу амалы орындалады. 360-ға 180-ді қосқанда 540, 540-ды 6-ға бөлгенде 90 болады. Келесі бірінші жақшаның іші, екінші бөлу амалы орындалады. Жақшаның ішінен 810 шығады, оны 9-ға бөлгенде 90 болады. Келесі бірінші бөлу, екінші қосу амалы орындалады. 650-ді 5-ке бөлгенде 130 болады, 65-ке 130-ды қосқанда 195 болады. 8-ші тапсырманың А есебінің жауабы 54 адам. Ә есебінің жауабы 105 спортшы. 9-шы тапсырма. Теңдеулерді шеш. Бірінші теңдеуде x-тің мәні 213-ке тең. Екінші теңдеуде x-тің мәні 10-ға тең. Үшінші теңдеуде y-тің мәні 605-ке тең. Төртінші теңдеуде y-тің мәні 8-ге тең. 10-шы тапсырма. Барлық қонақтарда сағат бар. Сәуленің сағаты 25 минут алда. Арманның сағаты 1 сағат артта. Ләззаттың сағаты 50 минут алда. Тек Дәулеттің сағаты ғана дұрыс уақытты көрсетіп тұр. Қонақтардың әрқайсысының сағаты қандай уақытты көрсетіп тұрғанын анықта. Дәулеттің сағаты дұрыс уақытты көрсетіп тұр. Енді Сәуленің сағатын анықтаймыз. Сәуленің сағаты 25 минут алда. Сонда Дәулеттің сағатына 25 минутты қосамыз. 12 сағат 25 минут болады. 14:30-ға 25 минутты қосқанда 14:55 минут болады. Енді Арманның сағатын анықтаймыз. Арманның сағаты 1 сағат артта. Демек 1 сағатты азайтамыз. 12-ден 1 сағатты азайтқанда сағат 11:00 болады. Ал 14:30-дан 1 сағатты азайтқанда 13:30 болады. Енді Ләззаттың сағатын анықтаймыз.
Ләззаттың сағаты 50 минут алда. Демек, Дәулеттің сағатына 50 минутты қосамыз. 12 сағат 50 минут болады. 14 сағат 30 минутқа 50 минутты қосқанда 15 сағат 20 минут болады. Балалар, осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Сабақ түсінікті болса, міндетті түрде осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп алуды ұмытпаңдар. Келесі сабақтарда кездескенше.